Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Аяз би ертегісі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтаңыз. Балалар, біз бүгін ертегілер еліне саяхат жасаймыз. Оқушылар, ертегі туралы не білеміз? Ауыз әдебиетінің жанрлары өте көп. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ертегі жанрына жатады. Ертегі қиялдан туған туынды немесе шығарма. Ауыз әдебиетінің көне заманынан келе жатқан мұрасы. Ертегіде халықтың әдет-ғұрпы, тұрмыс-тіршілігі, тарихы, мұңы мен арманы айтылады. Оқушылар, ал енді ертегілердің қандай түрлері бар? Қазақ ертегілерін академик Мұхтар Әуезов тақырыбы мен мазмұнына қарай 3 топқа бөліп көрсеткен. Қиялға жайып ертегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, шыншыл ертегілер. Ал бүгінгі Аяз би ертегісі шыншыл ертегілер қатарына жатады. Шыншыл ертегі деген не? Шыншыл ертегілер өмір шындығына жақын, онда реалдық адам бейнелері басым. Олар күнделікті шынайы өмірден алынып, бас кейіпкерлері патша, уәзір, хан немесе қарапайым адамдар болып келеді. Ең алдымен өмірлік мақсатқа жетуде қазақ ертегілері даналықты, ақылдықты алдыңғы орынға қояды. Шыншыл реалистік ертегілерде ең әділ, ең ақылды адам халық ортасынан шығады. Мұның ғажап үлгісі Аяз би ертегісі. Олай болса, балалар, Аяз би ертегісін бірге тыңдайық. Қазақ халқының көркем ертегісінің бірі Аяз би ертегісі. Бұл ертегіден халықтың арманы мен мақсат мүддесі айқын көрінеді. Ертегінің оқиғасы қазақ өмірінің шындығынан, адал еңбегімен кәсіп еткен шаруа адамын ардақтау идеясынан шыққан. Елді билеген Мадан хан да, қой баққан Жаман да өмірден көргені мен түйгені көп, оны ақылға салып, оймен бекіткен бейнелер. Мадан ханның сынамақ боп тапсырған тапсырмасын орындауға шыққан уәзірлер шөп жаманы ретінде шеңгелді, құс жаманы ретінде қырғауылдалады. Адам жаманын таба алмай сандалған сәтінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы, қол аяғы жарылған ұсқынсыз адамға кез болады. Істің барысына қаныққан жаман өзін адамның жаманы ретінде білдірген соң, уәзірлер оны ертіп хан алдына апарады. Кейінгі оқиғалар уәзірлер жаман деп таныған адамның мол ақыл мен парасаттың иесі екендігін көрсетуге арналады. Хан алдында көп сынақтан өткен жаман уәзірлерден артық ақыл иесі екендігін танытады. Оның жамандығы тұрмысында, кедейлігінде болып шығады. Атақ абыройы ел арасына жайылған, ханның өзі құрметпен қарайтын жаманның бағын көре алмаған қырық уәзір хан мен жаманның араларына от тастауды ойлайды. Кейінгі оқиғада хан тапсырмасын қалай орындап келген жөніндегі сөзімен жаман ханды ұялтып айыбын мойындатады. Басқа хандық жеріне көшкен жаман хан жұмбағына жауап таба алмай келген уәзірлерді тірідей жерлеп, ел алдында хан жазасынан азат етеді. Ақылы мен парасатын мойындаған Мадан хан өз дос тұтқан жаманды тағына отырғызады. Содан бастап жаман елдің ризашылықпен қойған ата Аяз би есімін иеленеді. Аяз би білгір ғана емес, адамгершілігі мықты, уәдеге берік, серттен таймайтын жан. Бұл ертегіде меңді сұлуға байланысты оқиғаларда көрінеді. Аяз хан болғанда да асып таспайды. Аяз, әліңді, құмырсқа жолыңды біл деп, өз-өзіне ақыл салып отырады. Аяз би ертегісі халықтың қадір тұтатын асқақ идеясын танытса, даналықты, ақыл мен парасатты тең ұстай білген ондағы Аяз би бейнесі халық арманнан туған. Оқушылар, ертегіні толық тыңдап болсақ, онда тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма: ертегінің тақырыбы мен идеясын анықтап, мақалмен тұжырымда. Мына тұрған кестені толтыру қажет. Тақырыбын, идеясын мақалмен түйіндеп, тәрбиелік мәнін жазу керек. Дескриптор шығарманың тақырыбын, идеясын табады, тәрбиелік мәнін ашады, пікірлерін мақалмен
тұжырымдайды. Бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма: дәптерге бөлімдерін сюжеті бойынша ретімен жаз. Бірінші басталуы, дамуы, шиеленісуі, жарықтау шегі және шешімі, бағалау критерийі. Әдеби туындының сюжеттік композициялық жоспарын құр. Дескриптор берілген үзіндіден сюжеттік композициялық жоспарын құрады. Оқушылар, бүгінгі Аяз би ертегісі бойынша білімімізді қорытындылайық. Тест тапсырмасы. Бірінші сұрақ: қиялдан туған туынды немесе шығарма қалай аталады? А. Мысал. Аңыз әңгіме. Б. Ертегі. Екінші: шығарманың фабуласы. А. Оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Шығарманың шындыққа негізделген тақырыбы. Б. Шығарманың жазылу ерекшелігі. Үшінші сұрақ: Мұхтар Әуезов тақырыбы мен мазмұнына қарай неше топқа бөледі? 2, 3, 4. Жауабын белгіле. 4. Өмір шындығына жақын, онда реалдық адам бейнелері басым. А. Қиял ғажайып ертегілері. Шыншыл ертегілері. Б. Хайуанаттар ертегілері. 5-ші сұрақ: шығармадағы баяндалатын оқиғалар тізбесі. А. Фабула. Ертегі. Б. Сюжет. Және 6-шы сұрақ: Аяз би ертегісі қандай ертегі түріне жатады? А. Қиял ғажайып. Шыншыл. Б. Хайуанаттар ертегісі. Дұрыс жауабын дәптеріне белгіле. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.